кешкі жүні бөртеде өте бір ерте көне заманда екі бала дос болыпты. Көрші тұрыпты екеуі бір ауылда. Бір баланың денсаулығы нашар болып, ол кішкене сәл жаңағы қатты жүгіре алмайды екен. Себебі онда денсаулығы жоқ қой. Денсаулығы жоқ болғандай сәл әлсіздеу болыпты. Ал қасындағы досы екеуі орманға жетектеуге келе жатқан кезде алдыларынан аю шығыпты орманнан. Сонда не істейді? Қалай ойлайсыңдар? Аюдан не істейді көргенде балалар? Аюды Қашады, дұрыс айтасың. Сонда қашқан кезде жаңағы әлсіз, денсаулығы жоқ бала талға өрмелей алмайды, ары қаша алмайтын болғандықтан ол жерге жатып, кәдімгі бір өлген адам сияқты болып қимылдамай жатып қалады жерге. Ал екінші қасындағы досы, қасындағы ауру досына қарамастан ол қашып, ана биік бәйтеректің үстіне шығып өрмелеп шығып кетеді. Содан аю келеді де, қорбаңдап келеді де, мынау не қылған жатқан дүние деп, жаңағы жердегі жатқан баланы ары бері иіскелейді, аяғына, қолына түрткілейді. Сонда ана бала амал жоқ жатады, қимылсыз. Содан аю ары тұрады, бері тұрады да кетіп қалады. Біраз уақыттан кейін аю кеткеннен кейін бәйтеректің үстіне қашып кеткен досы ақырын жерге түседі де, жаңағы жердегі досына келіп қасына тұрады. Саған аю не деді деп айтады. Сонда досы ақырын орнынан тұрады да, сен есіңде болсын, еш уақытта қиын қыстау кезеңде жалғыз тастап кететін баламенен дос болма деп айтады. Түсіндіңдер ме балалар? Қарамай, қасына ауру балаға қарамай өзі қашып кетті ғой. Ол неге соны қолынан жетектеп жүр, екеуміз досын бірге қашайық. Кел екеуміз досын бірге бәйтеректің үстіне шығайық деп айту керек еді ол дос. Шын дос, адал дос деген сондай болар балалар. Естеріңде болсын. Бұл сөйтіп екеуі аман есен үйіне келіпті. Бұл ертегінің түсінгендерін не түсініңдер балалар? Ал айтыңдаршы, не түсініңдер? Әже қасқыр ертек. Тоқта, айтып беремін. Мен айтқан ертегіде не түсініңдер? Айта қойыңдаршы. Нарыл, сен не түсіндің? Бала досын сөйтіп тастап кетуге бола ма қиын жағдайға? Жоқ. Болмайды, иә? Оған көмектесу керек еді. Сендер қайтып істейтін едіңдер? Мен ағанша өзі орманға қашып кетті ғой, аю сосын жеп қойды. Ал енді түсіндер ма ертегіні? Досымызды қиын жағдайда тастамаймыз еш уақытта, иә? Әже қасқыр. Тоқта, әженің уақыты жоқ, сендер көп ертегі айтқанда. Осы бір ертегінің өзін дұрыстап түсіндіңдер ма? Иә. Иә?